Жауабы. Массасы 10 кг денені жер бетінен 6 метр секунд квадрат үдеумен тік жоғары көтерілу үшін жұмсалатын күш дейді. Бізде білеміз, F-тен ағыру күші mg-ға тең, дегенмен бізде тік жоғары көтеріліп жатыр дейді. Сол себепті бізде формула mg плюс a деп түрленеді. Бізде еркін түсу үдеуі ескеріледі. Осы жерден бізде m-тен 10 кг көбейтілген 6 плюс. Сонда шығатын жауап 160 ньютон. Сіз жауабы екен. Дене жер бетінен 40 метр биіктіктен 25 метр секунд бастапқы жылдамдықпен тік жоғары лақтырады. Дененің жерге соғу мезетіндегі жылдамдығы дейді. Денені яғни қандай да бір жерден 40 метр деген биіктіктен қандай да бір жылдамдық 25 мц деген денені төмен қарай жоғары қарай тік жоғары лақтырады дейді. Енді дененің жерге соғылу мезетіндегі жылдамдығын табу керек. Яғни бізде осы жердегі H-ты тауып алып, одан кейін қосып, бірге осы Vmax-ты табу керек. Ендеше кеттік. Біз ең алдымен білеміз, бізде максимал кинетикалық энергия мен максимал потенциал энергияның мәндері бір-біріне тең болады. Яғни олардың орташа екіге бөлінісінің қосындысы бізде толық энергияны құрайды. Сол себепті максимал мәндері бір-біріне тең. EPM тең 2M. Олардың формулалары mgh тең mv квадрат бөлінген 2-ге. Осы жерден m-ді қысқартып кетсе, gh тең v квадрат бөлінген 2-ге. Осы жерден бізде v бар, бізге h-ты табу керек. H дегеніміз v квадрат бөлінген 2g. Осы жерде v-ның квадраты 125 бөлінген еркін түсуден 10 деп алсын 20 дейміз. 125-ті 20-ға бөлсек, бізде шығады 31-де 25 метр. Бұл бізде H1. Біз білеміз, бізде H2 40 метрге тең болды. Сонда H максимал, яғни толық H де 71,125-ге тең болады. Ал енді бізге осы жерден жерге соғылу мезетіндегі жылдамдығын табу керек. 71,25. Жаңа формуладан бұны түрлендіріп алсақ, бізде ол 2GH бір астында деген мәнге ие болады. Осы жерден 20 деп алсақ, бірден еркін түсуден мен 2-ні көбейтіп, және де максимал ұзындықты, биіктікті көбейтеміз. Осы жерден бізде шығатын жауап мәні жуықтап алғанда 38 метр бөлінген секундқа тең. Ол бізде D вариант. Ал ендеше ары қарай кеттік. Жылдамдығы 300 кельвин температурадағы орташа квадраттық жылдамдыққа тең болатын азот молекуласының импульсын тапсын дейді. Бізде импульс дегеніміз ол P деп белгіленеді. Және формуласы mv-ге тең. Бірінші массаны тауып аламыз. M тең n бөлінген. Бізде бұл Ньютон формуласы. Avogadro заңы. Сөйтті n дегеніміз бізде 2-ге тең. Осы жерде түрлендірсек, 2 көбейтілген 28, 10-ның минус 3 бөлеміз. 2, 10-ның 23. Сонда шығатын жауап 40,56 көбейтілген 10-ның минус 26 дәрежесі. Осы жерден бізде импульсты табу керек. Біз білеміз, біз орташа квадраттық жылдамдықты табамыз. Оның формуласы 3R-ті бөлінген үлкен M. Сонда 3 көбейтілген бірасында көбейтілген 8,131 көбейтілген 300 кельвин бөлінген 28, 10-ның минус 3 десек. Сонда шығатын жауап бізде
516,18. Мәні бізде 56, оның минус 26 деген мәнге тең еді. Және де бізде орташа квадраттық жылдамдықтың мәні 516,18 мц дегенге тең. Осыны көбейтсек. Осы жерде бізде шығатын жауап 2,4 көбейтілген оның минус 22 деген дәрежесі. Ол Е жауабында тұр. Келесі есеп. Суреттегі зарядталған үш дененің бір-бірімен тартылатыны дейді. Біз білеміз, аттас зарядтар бір-бірімен тебіледі және де аттас зарядтар бір-біріне тартылады. Сонда бізде бір-біріне тартылатындар ол 1 мен 3 және де 1 мен 2. 2 мен 3 бір-бірімен тебіледі. 1 мен 3 және 1 мен 2 бұл жауабы. Ары қарай кеттік. 100 метр қашықтықта тұрған биіктігі 20 метр мұнараның оптикалық күші 58,5 диоптер адам көзінің торамасындағы өлшемі. Бізге берілгендері биіктігі 20 метр дейді. Қашықтықты деп белгілесек 100 метр. Және де оптикалық күші бөлінген F, яғни 58,5 диоптрге тең. Осы жерден біз линзаның формуласына қоятын болсақ, 1 бөлінген F тең 1 бөлінген D плюс 1 бөлінген F. Осы жерден біз кескіннің ұзындығын тауып алуымыз керек. Біз білеміз, 58,5-ке тең 1 бөлінген 100 десек, минус 1 бөлінген F. Сонда осы жерден кескіннің мәні 8,5 минус 0,01 тең болады 58,49. Осы жерде бізде F-тің мәні бөлінген 8,49 болса 0,071 метр дегенге тең болады. Д бөлінген F тең болады H бөлінген H болады. Осы жерден H-ды өргізсем F бөлінген F көбейтілген үлкен H бөлінген Д болады. F дегеніміз 0,071 көбейтеміз. H дегеніміз 20 метр бөлінген Д. Дегеніміз 3,42 миллиметр болады екен. Е жауабы болады. Ары қарай кеттік. Суретте көрсетілгендей салмақсыз жіпке ілінген массасы 980 грамм, жіпке массасы 20 грамм оқ тиіп, жіппен қоса 20 см биіктікке көтерілсе, оқтың жіпке тиген мезеттегі жылдамдығы. Біз білеміз, кинетикалық энергия мен потенциал энергияның мәндері бірдей болады. Сол себепті біз былай жазамыз. М1 плюс М2 өйткені бізде оқ пен жіп бір. Квадрат бөлінген 2 тең М1 плюс М2 Осы жерден қысқарады. Сонда бізде осы жерден бұны табатын болсақ 2GH болады. 2 өтілген 10 20 оның минус 2-ші дәрежесі. Осы жерден табылған мән 2 метр секунд. Бұл толық жылдамдық болып табылады. Ұшып кеткен кезде. Оқ тигеннен кейін. Енді екінші адам оқтың соққы кезіндегі жылдамдығын табайық. Ол үшін біз М1 P тең М1 М2 бөлінген Д дейміз. Осы жерден B2 B1 болады. Осы жерден 1-ді бөлейік десек М1 плюс М2 B2 бөлінген B1 болады. Сонда бізде B1-дің мәні тең болады 0,98 плюс 0,02
бөлінген 0,02 көбейтілген 2-ге. Осында шыққан мәніміз бізде 2 көбейтілген 2. Шыққан мәніміз 100 метр секунд. Осында уақыттың жүкке тиген мезеттегі жылдамдық 100 метр секунд екен. И жауабы. Енді бізде контексттік жұмыс. Бізде белгісіз планетаға ұшып келген ғарышкерлер осы планетадағы еркін түсу үдеуінің мәнін анықтау үшін төмендегідей тәжірибе жасады. Олар белгілі биіктіктен шарды еркін құлатып, оның құлау барысын стробоскопиялық суретке түсіріп алды. Суреттегі шардың ең жоғарыдағы орны оның еркін құлауының Т-0 бастапқы сәтіне сәйкес келеді. Жоғарғы орны белгілеп алайық. Т-0 бастапқы сәтіне сәйкес келеді. Тордың бір қабырғасы 10 см дейді. Яғни 0,1 метр. Стробоскоп әр 0,2 секунд сайын шақылдайды дейді. Бізде бірінші есеп, суреттен белгілі болған шамаларды пайдаланып, осы белгісіз планета үшін еркін түсу үдеуінің мәні дейді. Біз еркін түсу үдеуін h-тен т квадрат бөлінген 2 деген форма арқылы табамыз. Осы жерден g-ді түрлендіріп алсақ, 2h бөлінген т квадрат болады. Бізге айтылып кеткендей, әрқандай да бір жарық 0,2 секунд сайын жанады дейді. Яғни бізде шариктің мәнін көрсетеді. Және де әр клетка 10 см-ге тең дейді. Сонда бізде мысалы Т0 болғанда 0 метрге тең, Т02 болғанда 0,1 метрге тең, Т04 болғанда 0,3 метрге тең деген сияқты жалғаса береді. 0,6 болғанда 0,6 метрге тең. 3 клетка, 6 клетка, 10 клетка деп. Және де осы жерден біз мына мәнді алсақ, бізде 2 көбейту 0,1 бөлінген Т-ның квадраты. Т дегеніміз 0,2-ның квадраты. Осы жерде бізде 0,2 бөлінген 0,04. Шығатын жауап 5 метр секунд квадрат. Бұл жауабы. Келісесек. Егер осы белгісіз планетада дене 10 метр биіктіктен еркін болса, оның құлау уақыты тап жаңағы формула арқылы ендіреміз. 2h бөлінген g бір астында. 2 көбейтілген 10 бөлінген 5. 4. Шығатын жауап 2 секунд. С жауап. Келісесек. Осы белгісіз планетада денені 40 метр биіктікке лақтыру үшін оған қажет болатын бастапқы жылдамдық. Жылдамдықтың да формуласын осы арқылы түрлендірсек, 2gh 2 көбейтілген 5 бөлінген 40. Расынан 20 метр секунд болып шығады. А жауабы. Ары қарай. Жер жағдайында биіктікке секіру бойынша әлемдік рекорд 2 метрден сәл көбірек. Яғни секіру кезіндегі адамның бастапқы жылдамдығы оған 2 метр биіктікке секіруге мүмкіндік береді. Белгісіз планетада адам секіре алатын биіктік дейді. Енді бұл жерде біз оны 2gh деген формуламен есептейміз. Осы жерде 2 көбейтілген 10. Яғни біз бастапқы жылдамдық жердегіні есептейміз. 2 40 болады. Сонда бізде жердегі бастапқы жылдамдық 6,32 метр секунд болып табылады. Ал белгісіз планетада G5 болып табылады. Сол себепті біз ол жақтағы биіктікті табамыз. Ол үшін біз v-ны квадраттаймыз. Яғни турасында 40-ты квадраттай салсақ, бөлінген 2g. Сонда 40 бөлінген 2 көбейту 5 4 метр болады. Е жауап.